Тақырып неге бұлай қабылданып отыр? Бұл бекер емес. 1960 жылдары экономистер Гарри Беккер менен Теодор Шульц білім беру жүйесі экономикалық дамуды қамтамасыз ететін басты құрал. Оған салынған инвестиция адамның өндіріс күшінің артуына, мәдени және зияткерлік өсуіне ықпал етеді деп атап көрсеткен болады. Бүгінгі спикерлердің барлығы атап өтті. Өзгермелі дүние, күнде өзгеріп отырған дүние. Ертеңін болжау қиын дүние. Яғни осындай жағдайда біз мынау цифрландыру, автоматтандыру дәуірінде барлығын бір стандартпен дайындайтын болсақ, олардың барлығы ертең еңбек нарығынан өзінің орнын таба ма? Жаһандық еңбек ресурстарының 85%-ның біліктілігі еңбек нарығының сұранысына сай келмеуі мүмкін дейді. 85%. Қазірдің өзінде барлық жұмыс қызметінің 14%-ы автоматтандырылады деп күтілуде. Қазірдің өзінде бүгін дүниежүзі халқының 5%-дан 45%-ы ғана қазіргі күнгі гиг экономикада жұмыс істеуде. Яғни айқын келіп отырғаны, мысалы қазір жұмыс істеп жүрген кейбір адамдардың квалификациясы сол өзі істеп отырған қызметінен әлдеқайда жоғары болуы мүмкін. Болмаса жетіспеуі мүмкін. Бұны қазір кәсіптік шұңқыр деп атап жүр мамандар. Яғни білімнің мазмұны, бағалау жүйесі, оқытудың методикасы мен технологиясы, оқу үдерісін ұйымдастыру мәселелері ұдайы жетілдіріліп отыруы керек. Мамандықтар күрделеніп отырады деді. Олай болатын болса, біз осыны ескеруіміз керек баланы дайындауда. Жаңа Ермек айтты, мектеп, университет, бұл эпизоды подготовки к жизни дедіңіз. Олай болатын болса, эпизоды подготовки к жизни деп қарайтын болса, онда біздің білім жүйесі не істеп отыр, біз оған да мән беруіміз керек. Яғни менің бұл жерде айтайын деп отырғаным, мынау стандартталған білім жүйесінен бірегейлікке көшу мәселесін ең бірінші ұстаздар түсінуі қажет. Егер біз ұстаздар түсінбесек, біз оны ертең ұйымдастыра алмаймыз. Егер де біз оқушылардың бойында өмір бойы білім алу қағидатына ықпал ететін және еңбек нарығының өзгеруіне оңай бейімделуге мүмкіндік беретін дағдыларды қалыптастырмасақ, мен қатты айтуым мүмкін, онда біз баланың болашағына қиянат жасаймыз. Жастардың болашағына қиянат жасаймыз. Әсіресе цифрлық сауаттылық, түрлі ақпарат көздерімен жұмыс жасау дағдылары, шығармашылық және сыни ойлау, өзін-өзі реттеу, өзін-өзі бақылау, жаңа баяндамашым айтты ғой, өзін-өзі тани білу деген мәселелерді айтты. Өзін-өзі ұйымдастыра білу деген мәселелерді айтты. Міне осы сияқты құзыреттіліктер ертең балалардың еңбек нарығынан өзінің орнын табуға ең қажет дағдылардың бірі болып табылады. Міне сондықтан да тағы да бір нәрсені айтайын деп отыр. Енді жаңа біз айттық, кәсіптік шұңқыр дедік. Яғни, мына адамдардың алған квалификациясы ертең еңбек нарығындағы қызметтерге сәйкес келмеуі мүмкін деді. Енді оны COVID-19 одан ары қиындатып отыр. Бұл проблема әрбір екінші жұмыс берушіге қатысты екен. 2030 жылға қарата 1,3 миллиардтан астам жұмысшыларға осы мәселеге, осы қиындыққа соқтығуы мүмкін. Бұның барлығын мамандар айтып отыр. Енді бұның мәселені ковид жаңа айтып отырмыз, тереңдетіп отыр. Себебі қараңыздар, 186 елдің 13 миллиард оқушы үшін мектептер жабылды. 60 миллионнан астам мұғалім онлайн оқытуға ауысты. Егер де қазір мына соңғы кезде, мына ЮНЕСКО-ның доклады шықты жақында, сол кезде айтады, бүгінгі кеше мектепке бармай онлайн оқыған балалар болашақта өздерінің табыстарында 19 триллион доллардан астам табысынан айырылады деп отыр. Яғни бір жағынан біз ол балаларға дағдысын дамытуға мүмкіндік бермесек, екінші жағынан ковидтің кезінде білім сапасын төмендетіп алсақ, енді бұған қосыңыздар, жасанды интеллект біздің біраз жұмысымызды алып кетеді. Сонда ертең біздің балаларымыз қай жерде жұмыс істеу керек. Яғни осының барлығы менің не үшін айтып отырмын? Біз білім жүйесінде осыны ескеріп, білімнің мазмұнын анықтауда, оның бағалау жүйесін анықтауда, мына балаларды оқу процесін ұйымдастыруда, білім беру ортасын құруда, біз осы мәселелердің бәрін қарауымыз керек. Оқыту процесінде не қажет бізге? Әрбір оқушымен жеке сенімді қарым-қатынас орнату қажет. Яғни біз оқу процесін дербестендіруіміз керек. Әр баланың қызығушылығына, әр баланың мүмкіндігіне қарата құруымыз керек. Бұл оңай емес, бұл қиын. Бірақ бүгінгі технология, цифрландыру технологиясы бұл жағынан бізге көмектесу керек. Әрбір оқушыға өзін-өзі анықтау еркіндігін және оқу процесінің күрделілігі мен мазмұнын таңдау құқығы берілу керек.
білім беру мақсаттарын өз бетінше қалыптастыра алатындай дағды қалыптастыруымыз керек балалардың бойында. Әр балаға өз білімін көрсетуге мүмкіндік беру керек. Әй, осыдан түк шықпайды деп үшті қойып қарап отыра беруге болмайды. Әр балаға өзінің білімін, өзінің дағдысын, өзінің мүмкіндігін көрсетуге мүмкіндік беру керек. Міне, осыған байланысты инновациялық әдіс тәсілдерді қолдану, қазіргі уақытта сұранысқа ие білім мен дағдыларды игерту мәселелері, оқушылар мен мұғалімдер бір-бірін өзара қолдайтын білім беру ортасын құруымыз керек.